Google Maps деген программаны барлықтарыңыз білетін боларсыздар. Осы приложение арқылы әлемнің кез келген жеріне саяхаттауға болады. Бірақ сіздер Google картаға таңғаларлық немесе қорқынышты фотолардың түсіп қалғанын білесіздер ме? Бүгінгі видеода Google картаға түсіп қалған ерекше фотоларды көрсететін боламыз. Сонымен кеттік. Бұл сурет Францияда 2008 жылы түсірілген болатын. Андай қорқынышты қылып жіберсең, Негізі достар, бұл видео қорқынышты емес, просто солай бастап көрейін ба деп ойлап едім ғой. Жарайды енді. Қайттан бастаймыз. Бұл сурет 2008 жылы Францияда түсірілген болатын. Көріп тұрғандарыңыздай балконда келімсекке ұқсайтын оғаш фигура тұр. Бұл сурет ғаламторға салынып, қызу талқыға салынды. Бірақ бұл ешқандай келімсек емес. Жай ғана мүсін немесе манекен болуы мүмкін. Және Google компаниясы кейінірек бұл суретті жасыруға тырысты. Бұл суретте белгісіз біреулер адам денесін өзенге қарай сүйреп бара жатқандай көрінеді. Бұл қылмыс Нидерландияда орын алды және полицияға дереу хабар жіберілді. Бірақ Reddit қауымдастығы бұл мүлдем қылмыс емес деп шешті. Жай ғана екі жігіт өзен жағасында серуендеген екен. Ал қанды іздер болса, білмедім ал. Ал бұл суретке не күлеріңді, не жыларыңды білмейсің. Google картасына осындай фото түсіп қалған екен. Бірақ бұл фото қайда және қашан түсірілгені белгісіз. Әйтеуір аман болайық. Ал бұл суретке бүгін міне 5 жыл толуы мүмкін. Яғни бұл қоян қазір 5 жаста. Так что құттықтап қойыңыздар. Бұл суретте біз Италияның солтүстігіндегі бір жерде жатқан алып қоянды көреміз. Бұл қоянның үлкен болған соншалықты тіпті үйден де асып түседі. Белгілі болғандай бұл қоянды өнер қызметкерлері ойлап тапқан. Бірақ қазір бұл қоян жоқ сияқты. Google Maps'тан алынған бұл сурет Қытайдың шөлінде түсірілген болатын. Менің ойымша бұл жай ғана ғимараттың фундаменті деп ойлаймын. Бірақ бәрібір бұл сызықтар бізге жұмбақ болып көрінеді. Ал бұл суретте біз екі бірдей адамды көреміз. Әрине бұл жай ғана қателік болып шықты. Достар, қалайсыңдар? Сағат қазір түнгі 2. Ал мен жалғыз өзім бір қорқынышты жерде келе жатырмын. Почти алдымызда психбольница деп шайып кетсек. Швейцария тауларында түсірілген бұл сурет ғаламторда көптеген діни пікірталастар тудырды. Кейбір адамдар бұл суретті періште деп сенеді екен. Ал сіздердің ойларыңыз қандай? Комментарийге жазып кетіңіздер. Тағы да соған ұқсас фото. Әскери адамның артында тұрған заттың не екенін біле алмадым. Әлде бұл кезекті қателік пе? Google картаның тағы бір қателігі. Мына қыздың аяқтары біртүрлі көрінеді. Немесе бұл қыз ерекше туылуы мүмкін. Жолдың жанында түсірілген бұл сурет қызық көрінеді. Көліктің жүк салғышында жалаңаш ер адамның жатқанын көреміз. Және көліктің оң жағында ұйықтап жатқан итті де көреміз. Жалпы мына жалаңаш ер адам көліктің артында не істеп жүргені белгісіз. Сонымен достар, бүгінге осы. Егер видео ұнаса, лайктарыңызды басып, арнаға тіркеліңіздер. Бүгінге осы. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.